Өмірдің соңы қайғылы, орта кезеңі еш нәрсеге жарамайды, бас жағы күлкілі. Егер ханым жоқ десе, бұл болуы мүмкін дегені. Егер болуы мүмкін десе, бұл иә дегені. Егер ол иә десе, ол ханым емес. Медицина өнерінің атқаратын ісі, табиғат адамды өзі емдеп болғанша, пациенттің көңілін көтере тұрудан тұрады. Еркіндік деген сізге берілген нәрсе емес, сізден алуға болмайтын нәрсе. Әйелдің күші еркектің әлсіздігінде. Өзгенің сырын ашу сатқындық, өзіңнің сырыңды ашу ақымақтық. Ешқашан үлкен қиындықсыз үлкен істер болмайды. Сөздер бізге ойларымызды бүркеу үшін керек. Осы дүниенің бүкіл қадір қасиеті бір жақсы досқа татымайды. Еңбек адамды басты 3 зұлымнан арашалайды: зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Төмен адамдардың мақтанышы әрқашан өзі жайында айтудан тұрады. Жоғары адамдардың мақтанышы болса, өзі жайында мүлде ештеңе айтпаудан тұрады. Бақыт әрқашан қанатымен ұшып келеді, балдақпен қайтады. Адам өмірдің мәнін көру үшін армандау керек. Ойлап қарашы, өз-өзіңді өзгерту неткен қиын. Осыған қарап, басқаларды өзгертуге тырысқан әрекетің қаншалықты мүмкін еместігін түсінерсің. Сынақтан өтпеген нәрсе туралы нақты пікірде болу дұрыс емес. Ақымақ адам деген әрқашан өзгеріссіз қалатын адам. Неке деген не үлкен бір хайыр, немесе үлкен бір зұлымдық. Оның ортасы жоқ. Соғыс деген бауырлас болып өмір сүру үшін туған адамдарды жабайы аңға айналдырады. Адамды оның жауаптарына қарап емес, сұрақтарына қарап бағала. Әйел деген адамзаттың ішіндегі киінетін, өсек айтатын және шешінетін жаратылыс түрі. Адамдар ішіндегісін жеткізуге бола қаншама ақымақтық сөздер айтады. Қашан тыңдаушы сөйлеушіні түсінбесе, ал сөйлеуші өзінің не айтқанын білмесе, бұл философия. Тек әлсіздер ғана қылмыс жасайды. Бақыттылар мен мықтыларға оның қажеттілігі жоқ. Адам қашан өзінің жеке пікірі болғанда ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады.